аңыз, алтын қос. Балам, бұл аңыздарда айтылатын самұрық құс. Самұрық құс бәйтеректің басына ұя салады. Ол күндей жарқырап, бар әлемге жылу таратады. Оның үлкендігі сондай, бір қанатының өзі бір айлық жерге дейін жетеді екен. Самұрық құс адамдардың арманын орындайды екен. Армандарды орындайды ма? Иә, самұрық құс туралы аңыз, ізгілік, жомарттық турасында. Бұл қасиеттер бүгінде жалғасын тапқан. Самұрық қазына акционерлік қоғамының бірыңғай қайырымдылық операторы Самұрық қазына Траст қоры жыл сайын кем дегенде 500 миллион адамға қолдау беріп келеді. Қор өткен жылдың өзінде 7,2 миллиард теңге қаражатты денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қолдау, өңірлерді дамыту, спорт және мәдениет салаларына бағыттады. Бір жылда 46 әлеуметтік жоба іске қосылып, 524 мың азаматқа көмек көрсетілді. Оның 87 мыңы ауыл тұрғыны, ал 97 мыңы бала. Жобалар аясында 600-ден астам жұмыс орны ашылды. Инклюзия бағыты. Қазақстан бойынша қор қолдауымен 35 оңалту орталық ашылды. 23 елді мекенде тегін бейімделген спорт секциялары іске қосылса, 500-ге жуық ерекше бала үшін инклюзивті спорт лагерлері ұйымдастырылды. Алматы қаласында даун синдромы бар балаларға арналған орталық жұмысы жанданды. Түркістан және Маңғыстау облысынан 200 бала тегін оңалтумен қамтылды. Ашылған 35 оңалту орталығының 5-еуі аутизмі бар балаларға арналса, 15-і ерте араласу, ал енді 15-і жалпы оңалту орталығы. Жақсы, оп, молодец, міне керемет күшті. Осылайша озық құрал жабдықпен жабдықталған орталық қызметінің нәтижесінде бүгінде 37 мыңнан астам ерекше бала тегін оңалтумен қамтылып, 3 мыңнан астам баланың тұсауы кесілсе, 4 мыңнан аса сәби алғашқы рет сөйлей бастады. 23 қала мен елді мекенде инклюзивті әрі бейімделген спорт секцияларының желісі құрылып, жыл сайын 1 мыңнан астам ерекше бала спорттың паралимпиадалық түрлерімен тегін айналысуда. Его зовут Санжар, он особенный мальчик. Мне нравится, как он любит футбол и смотрит футбол, потому что он когда радуется, мне очень это мило. Мне нравится ходить на бочу. Я участвовала на соревнованиях. Что ты хочешь выиграть? Золотую медаль. Бұл Алматыдағы даун синдромы бар балаларға арналған оңалту орталығы. Қор демеуімен орталық жұмысын жаңа форматта бастап, 190 бала мен олардың ата-аналары қамқорлыққа алынды. Балалармен жұмыс жасауда біз итальяндық профессорларымыздың техникасымен құралған программасымен жұмыстар жүргізілеміз. Ең басты біздің мақсатымыз ол мектепке жіберу. Одан кейін екінші мақсатымыз біздің толыққанды жұмыспен қамтамасыз ету болып табылады. Даун синдромы бар балаларды қоғам өміріне бейімдеу жобасына 100 миллион теңге қарастырылды. Өткен жылдың жазында қор қаражатына ұйымдастырылған жазғы танымдық және инклюзивті лагерлермен 1 мыңнан астам бала мен олардың ата-аналары қамтылды. Лагерге барғанда ол өте қуанышты болды. Лагерге апарды, лагер бізге ұнады. Біз емес, сол жерде қаншама біз ата-ана болдық, қаншама балалар бәріне ұнады. Мәз боламыз, қуанамыз жаңағы балалар бәріміз. Медицина бағыты. Бір жылда жүздеген ауыл тұрғынына тегін медициналық көмек берілді. Қазақстанның ауыл ауруханалары жедел жәрдем көліктермен қамтылды. Перзентханаларға құрал жабдықтар сатып әперілді. Елде емделмейтін 61 бала шетелге жіберілді. Алматыдағы онкологиялық балалар ауруханасына құрал жабдық алынды. Бұл ретте шалғайдағы ауыл тұрғындарына көмек Самұрық қазына Траст қорының айрықша назарында. Бұған дәлел, жыл сайын білікті мамандардан тұратын медициналық пойыз алыс станцияларды аралап көмек көрсетуде. Өткен жылы да Саламатты Қазақстан жобасы арқылы 121 бекеттегі 100 мыңға жуық ауыл тұрғынына медициналық және құқықтық көмек көрсетілді. Бұқаралық спортты дамыту бағытында Самұрық қазына қоры айтарлықтай үлес қосуда.
2023 жылы ауылдық жерлерде 26 жаңа спорт ойын алаңын салып, 9 ірі спорт нысанын іске қосты. Алдағы уақытта тағы 3 ірі спорт кешені мен 6 инклюзивті спорт нысаны бой көтермек. Самұрық қазына қорының арқасында біздің ауылдың балдары тегін үйірмелерге қатысып, тегін жаттығып жатыр. Самұрық қазына қорына Білімді ұрпақ ел болашағы. Сондықтан қор бұл бағытқа да ерекше назар аударуда. Өткен жылы қор көмегімен 227 ауыл жасы білім беру гранттары егер атанып, еліміздің ең үздік 45 орта білім ордасында тегін оқып жатыр. Бүгінде олардың алғашқылары қор құрамындағы портфельдік компанияларға қызметке орналасты. Біз колледж оқып жүрген кезінде, практикада жүрген кезде осы қамқор локомотив болсын ұсынды бізге. Қараңдар жұмыс жасайсыздар ма деп. Сосын осы жұмысқа келіп жұмыс жасап жатырмыз қазір. Ал Алматы облысының Іле ауданында Шыңға өрлеу әлеуметтік клубы құрылып, 500-ге жуық бастауыш сынып оқушысы мектептен тыс тегін түрде қосымша оқумен қамтылған. Қор дәстүрлі салалардан тыс, былтыр мемлекет басшысының тапсырмасына сай, креативтік индустрия бағытында тың жобаларға қолдау көрсетуде. Соның бірі ретінде Ақтөбе облысындағы жастар кітапханасы ғылым мен креатив ордасы ретінде жаңартылды. Бір уақытта 1200 адам қабылдай алатын кітапханада ұшқыр ойлы жастарды қолдау үшін коворкинг, тикток аймақтар, шеберханалар ашылған. Қордың болашаққа жұмыс жоспары айқын. Негізгі бағыттар ретінде инклюзия, денсаулық сақтау, креативті индустрия, спорт және білім беру салаларының дамуына ден қойылмақ. Әже, мен өскенде самұрық қыз сияқты барлығына көмектескім келеді. Арманың орындалсын, балам.